Павлодарым кең далам, тарихы бар тереңде, ет бауырым ел жүрер, туған жерім дегенде. Сәлеметсіздер ме? Мен Павлодар облысы Тереңкөл ауданы Ынталы ауылының негізгі білім беру мектебінің 7-ші сынып оқушысы Қадырбай Елдана. Мен отаныма менің бастамам атты облыстық шығармашылық байқауына Қазақстан 7 керемет атты номинациясы бойынша қатысып отырмын. Бүгінгі жобадағы тақырыбым тарихтың бір парағы Павлодар облысының 7 кереметі. Ең бірінші кереметім Баянауыл мемлекеттің ұлттық табиғи саябағы. Павлодар облысының оңтүстігінде Екібастұз қаласында 100 км қашықтықта орталық Қазақстан ұсақ шұқырларының шетінде орналасқан Қазақстандағы ұлттық парк. 1985 жылы ұлттық табиғи саябақ статусына ие болды. Жалпы аумағы 60.000 гектар құрайды. Саябақта жануарлардың 40-тан, құстардың 50-ден астам түрі кездеседі. Өсімдіктің 400-ден аса түрі өседі. Саябақта 20-дан аса археологиялық ескерткіштер бар. Парктың аумағындағы салыстырмалы түрде ірі 4 тұщы көл, Сабынды көл, Жасыбай, Торайғыр және Біржанды көлдері бар. Ал екінші кереметім Қоңыр-Әулие үңгірі. Үңгір тектоникалық жүк түсуден, гранит тасынан, табиғи сыртқы күштердің әсерінен пайда болған деседі. Баянауыл ауданы аумағындағы Жасыбай көлінен 3 км жерде Аққарағай тауының күнбатыс беткейінде орналасқан. Ұзындығы 30 метр, ені 2,5, биіктігі 2 метрге жуық. Ол өте көне заманнан жаратқаннан адамдардың тілек тілейтін орны деп саналған. Үңгірдегі көл суының емдік қасиеті бар. Қоңыр-Әулие үңгірі ертеден бері адамзат баласының анасы бай ананың құт мекені деп есептеледі. Көл аумағы шамамен 250 шаршы метр, тереңдігі 1,5 метр құрайды. Кереметім Баянауыл ұлттық паркіндегі ең танымал тас Кемпіртас. Оған байланысты аңыздар өте көп. Соның бірі соғыстан оралмаған жалғыз баласын зарыға күткен тасқа айналған ананың бейнесі екен. Негізгі Кемпіртас әр қырынан қарасаңыз әртүрлі бейне көрінеді. Бір жағынан қарасаңыз кемпірге, екінші жағынан қарасаңыз қыздың бейнесі көрінеді. Төртінші кереметім Мәшһүр Жүсіп кесенесі. Павлодар облысы Баянауыл ауданы Ескелді елді мекенде орналасқан. Мәшһүр Жүсіп атамыз 1858 жылы Павлодар облысының Баянауыл ауданы Қызылтау болысында дүниеге келген. Ғұлама ғалым Мәшһүр Жүсіп бабамыздың кесенесі 2006 жылы қайта жаңартылып бой көтерді. Құрылысы көне түркі стилінде жасалған, ал кесенесі биіктігі 14 метр, салмағы 9,5 тонна болатын құлпытасы мен сандықтасы мәрмәр тастан жасалған. Кесене ішінде канондық мұсылман стилінде 2 бөлме орналасқан, гурхана және зиратхана. Көзі көрген адамдардың айтуынша ақынның көріпкелдік әулие қасиеті болған. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы фольклортанушы, этнограф, тарихшы, философ болған белгілі тұлға. Кесененің кіреберісінде Құранның аяттары жазылған. Бесінші кереметім Жасыбай көлі. Павлодар облысы Баянауыл ауданы. Баянауыл ауылының 15 км жерде тауаралық ойыста орналасқан. Тұйық көл. Жоңғарлармен соғыста аты шыққан Жасыбай батырдың есімімен аталған. Ұзындығы 3,5, ені 2,4 км. Ең терең жері шамамен 15 метр құрайды. Көл суы тері ауруларына ем. Кереметім Павлодар қаласындағы Ертіс жағалау. Павлодар қаласының барлық тұрғындары үшін ерекше мақтаныш және сүйікті демалыс орны Ертіс өзен жағалауы болып табылады. Ол жағалау бойы 6 километрге созылып жатыр. Еліміздегі ең үлкен, ең ұзын, көрікті де әсем жағалаулар болып саналады. 2018 жылы Ертіс жағалауы бойындағы еліміздегі ең ірі Ертіс променад сахналарының бірі ашылды. Ал жетінші кереметім Григорий Николаевич Потанин атындағы Павлодар облыстық тарих-өлкетану мұражайы. Павлодар облысының республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштері тізіміне енген қала құрылысы және сәулет ескерткіші. Павлодар облыстық тарихи-өлкетану музейі 1942 жылы облыстық Қазақстанды зерттеу қоғамы базасы негізінде құрылды. 1958 жылы оған Орта Азияны зерттеуші саяхатшы Григорий Николаевич Потанин аты берілді. Музейдің негізін фотосуретші өлкетанушы Дмитрий Поликарпович Багаев қалады. Өлкенің тарихи мен мәдениетін ашатын экспозициялар 9 залда орналасқан. Жобамды қорытындылай келе мен өзімнің өлкемдегі 7 кереметін әлемнің 7 кереметімен айырбастамас едім. Себебі әрбір адамзаттың өзінің топырағы, өзінің елі өзіне қымбат. Назарларыңызға рахмет.